Қазақ шындыққа көз жесін. Ешкім жарлыққа ұшып берішті емес. Украинаға қару беріп тұр ма? Беріп тұр, танк сұрады, берді. Әуе кеңістігін қорғайтын патриот үшті сұрады, берді. Енді ATACMS-ті берді, ATACMS-ті берді. Одан міне F-16-ның келіп Америкада үйреніп жатыр, содан кейін барып F-16-ны береді, Бірақ байқадыңыздар ма? Бірден анау жаңағы басқыншыға бірден әуе кеңістігін қорғайтын патриот үшті берген жоқ. Алдымен Украинаның бүкіл қаласы қирап болды. Міне, патриот үшті бірден берген жоқ. Әбден жалындырып, еңіретіп, Зеленский тіпті мынау Американың конгресіне кеп жылап еңіреген деп. F-16-ны жалындырып, міне соғыс болды, міне қаншасыншы күн болды, бүгін соғыстың қаншасыншы күні. Енді міне Америкаға кеп F-16-ны жаңағы жүргізуді үйренетіндер енді үйреніп жатыр. F-16 әлі Украин кеңістігіне ұшқан жоқ. Соны неге бірден бермейді? Неге бірден бермейді? Әңгіме қайда жатыр? Бұны түсіну керек қазақтар. Ойламасын, бірден батыс бізді қолдап кетеді дейтін сәби түсініктен біз арылу керек. Соны қазақ білсін деп мен жаңағы осының бәрін айтып жатырмын. Қазақ білсін деп айтып отырмын. Мысалы, анау басқыншы басып келді. Сонымен қолына кішкене пышақ берді да, басқыншымен соғыса тұрды. Қарап еді, басқыншы сенің тас-талқаныңды шығарып, көзіңді шығарып, мұрныңды сындырып, жаңағы бет-аузыңды қамшылап, ой, мына пышақ, мына бәкі жарамады, онда мә деп пышақ берді. Одан қабырғаңды сындырып, аяғыңды шағып болыңыз, ой, мына болмайды екен ғой мынау. Мә онда мына кездікті алшы деп кездікті берді. Одан әгі жерден тағы басқа жерін тасталған жер ойбайлатып қырып жөп болды. Ой, кездікті болмады, көмектесіп жатырмыз, конгресте талқылайық деп. Одан кейін қылыш берді. Қылышпен қайтып, одан кейін қайтып, ойбай қылыштағы қиын екен, мен найзаны алшы деді. Одан кейін барып, біз білмей қаппыз ғой, саған қалқан беру керек. Мен мына қалқанды алып өзіңді қорға деді. Ол не? Патриот үшаны әуе кеңістігін қорғайды. Оғанға дейін қарсы жақтың жебесі, найзасы, қылышы, шабатын жерін шауып. Бә қалқанды ала қой деді. Оның өзін әлде қандағы, біз міне қалқан бердіген. Оған қалқан бергенде, оған енді бітті найза өтпейді. Оған біздің қалқанға міне қылыш өтпейді, жебе өтпейді деді берді. Одан кейін бар, ойбай қалқанда жетіспейді екен. Енді біз саған найза берейік деді. Одан ара тұра енді жебе атсаң болады деп, ол әбден тас-талқаны шығып, енді бақайшығына дейін жаңағы сындырылып жатқан кезде жебені берді. Енді ата қойшы ма жебе деп. Содан уф деп жебемен атып өзі алыста тұрып, ана жауды жолатпай жебемен атып біраз болды. Содан кейін бар, ойбай, дәрі-дәрмек керек пе? Нандарың бар ма үйлеріңде, нандарың? Еттерің бар ма, таусылып қалған жоқ па? Деп, сосын алдымен тауықтың санын, сосын одан анау құс етін, одан кейін бар, қойдың етін жейсіңдер ме? Жейді екенсіңдер ғой, берейік деп деген сияқты. Былай қарасаң, шыны осы да. Образдап айтқанда ашты шындық. Ешкім құтқарушы емес. Мына мемлекетпен мемлекет, халықпен халық ортасында, топтардың ортасында мен бір нәрсені айтайын, қазағым. Дініңде ойнамайды. Әділетің ол әділет дейтін сөзді ұлттық, мемлекеттік және сол саяси билеуші жеке тұлғаның, немесе сол жеке тұлғаны шығарған саяси топтардың, сол мемлекеттердің саяси топтық, партиялық, кландық, жеке бастық мүдделерді. Болды, міне. Бұл мүдделер бірмен бір тоғысқан кезде саған беріледі. Бірақ оның өзі бір жолда беріп, сені жарылқап, жәннатқа кіргізіп жібермейді. Міне, шындық осы қазақтар. Сондықтан анау батыс бірден бәрін жарылқап жібереді деп үміт етіп отырған қазақтарға айтатын осы. Міне бұл батыстың ойыны. Мынау, көп жұрт бір батысты құтқарушы күш ретінде қарайтындарға айтамын. Мына адамзат жасаған мына дүниеде ақиқат болмайды, естеріңізде болсын. Саған көмектеседі, оның бір мүддесіне сен қолайлы болған кезінде. Сенің оған керегің болған кезде. Егер керегің болмасаң, тастайды. Мысалы, Сирияда
Ресейшіл Башар Асад президенттікті басып алған кезде, ол кәдімгі Путиннің иті. Бастарында сириялық халықтарды Америка қолдап келді де, артынан тастай салды. Білген боғыңды жетеді. Неге? Ауыртпалықты Түркияға сала салды, ауыртпалықты басқаға салады. Бүкіл жер шарынан Сирияға, Ресейге қарсы, Ресейдің жаңағы Африкадағы агрессиялық басқыншылық саясатына қарсы бүкіл дүние жүзінен бар. Оның бәрі діни фанат емес. Тіпті сол Сирияға барып, Башар Асадтың зұлымдығына қарсы күрескен Қытаймен мен сұхбаттас болдым. Ол Қытай мұсылман емес, ислам мұрнына иісі де бармайды. Сол анау Ресейдің агрессиялық басқыншылық саясатына Африкадағы, анау Сирия халқын қырғындап жатқан Башар Асад арқылы қырғындап жатқан саясатқа қарсы болып, өзі Түркияға барып, Стамбулға барып, сол жердегі жаңағы бір ұйымдармен хабарласып, ең соңында бір газельге тығылып, кәдімгі волонтер болып Сирияға барып соғысқан. Кімге қарсы? Ресейге қарсы соғысқан. Мына бізде қазір күні түнде тіпті әуел кейде Нұр-Азаттықта мынау Сирияға барып соғысқан аталмыш адасып кеткен, сосын Назарбаевтың, Тоқаевтың керемет бір аталмыш мына, енді жалған екендігі белгілі. Аталмыш қамқорлығымен құтқарылған қазақтар туралы айтады. Қазақ билігі өллахи беллахи өйтіп шетелге кеткен ондай қазақты құтқармайды. Құтқарса ауғанысқанда қынадай қырылып аштықтан өліп жатқан қазақты құтқармас пе еді? Құтқармайды. Қытайда айдың күннің аманында геноцид болып, геноцидке ұшырап қырылып жатқан қазақты құтқармас пе еді? Құтқармайды. Неге Сирияға барған қазақты құтқар? Сирияға барған қазақтар Ресейдің иті, Путиннің иті Башар Асадқа қарсы соғысқандықтан Путин айтты, Тоқаевқа, анау қазақтарыңды алып қайт деді. Сосын барып біздің сұмырайлар оны қайтарып алып кеп Путинге жағу үшін, Путиннің тапсырмасын орындау үшін, оны бір қандай да бір діни адасқан жолдан қайтарайық деп тұрған жоқ. Анығында Орталық Азияның дәстүрлі діні бойынша Башар Асад ол адасушы. Орталық Азияның біздің ата-бабамыздың ежелгі нанымы бойынша Башар Асад нағыз дін бұзар. Неге? Ол шиит, ол тас шииттің ішіндегі жаңағы бір адам түсінбейтін бір жаңағы аруаққа табына ма, ата-бабасы табына ма, сондай бір ағым. Шииттің өзінде де, шииттің өзі шошып олардан мыналарың шота дұрыс емес деп битіп тастаған ағым. Сол Башар Асад. Ол Путиннің иті. Осы жолы Ши Цзиньпинге барып Ханчжуда арнайы анау бұтқанаға, тек патшалар барып құлшылық жасайтын бұтқанаға барып, бұтқа, анау өзін-өзі мұсылман дейтін Башар Асад бұтқа табынып қайтты. Міне, осыдан білсеңіздер болды. Енді жаңағы сөзіміз Макронға келейік. Макронның әңгімесін айтайық. Ресейге енді жаңағы әлі уранға санкция салынбағанын білдік. Ресейден алатын уран азайып барады екен. 2022 жылы уран алыпты. Міне көрдіңіз ба? Бұны батыс ақпаратында тұр. Мен міне қағазға жазып алдым оны. 2022 жылы Ресейде әлі уран алып жатыр екен. Бірақ оны бүйтеді. 2021 жылғы уранға қарағанда 16% азайып дейді. 22 жылы уран, Ресейден алған Еуропаның ураны 2021 жылға қарағанда 16% азайыпты дейді. Сонымен бір уақытта Қазақстаннан алатын уранның пайызы 14%-ға артыпты дейді. Яғни Ресейге санкция салынып, Ресейден аулақтану, Ресейден оңашалану, Ресейден аттонын ала қашу бір бағытқа қарай бағытталғанда 16% азайған. Ресейдің ураны әлі сол 22 жылы, 21 жылға қарағанда әлі сол 84% сатылып тұр деген сөз. Кешірім өтінемін. Енді қараңыздар. Бұл деген сөз, міне санкцияның сыры осы. Жасырары жоқ, бір жолда. Ол деген сөз не? Көз алдыңызға. Неге мен мынандай сөзді айтып отырмын? Қазақ шындыққа көз жесін. Ешкім жарылқаушы періште емес.